Бұл аптаның басты жаңалығы елді 2,5 жыл басқарған Бақытжан Сағынтаев үкіметінің доғарысқа кетуі болса керек. Елбасы үкіметтің отставкаға кетуін құптады және уақытша премьер-министр қызметіне Асқар Маминді тағайындады. Қызық, қай елде болмасын атқарушы биліктегі ауыс түйістерді ойын картасын сапырумен салыстырады. Кімнің картасы қалай түседі, кімнің қандай көздері бар, кімнің мысы басым. Шынын айтсақ, қазір үйде де, түзде де елдің бәрі осы саясаттың картасын сапырып әдек болып отыр. Несі бар? Біз де бір сапырып көрелік. Көздердің қалай ашылатынын сол жағалаудағы тілшіміз Ербол Сейілхан білетін шығар. Бұл 18 миллион адам үміт артқан үкімет үйі. Дәл осы жерде жалақы, жәрдемақы, зейнетақыны өсіру секілді әлеуметтік мәселелер шешімін табуы тиіс. Алайда Бақытжан Сағынтаевтың командасы не тұрмысты, не экономиканы қатырмапты. Экс-премьерді сүріндірген тым сенгіштігі мен жұмсақтығы дейді саясаттанушылар. Одан қалды президент министрлер кабинетін қорқақсыңдар деп күллі ел алдында жер қылған. Кейінірек бұл сөздің де бекер айтылмағаны белгілі болды. Бірақ бейсенбінің кешінде қарамағындағылармен қимай қоштасқан Бақытжан Сағынтаев барынша сыралдырмауға тырысты. Қызметіндегі кемшілік пен мінезінің жұмсақтығына қатысты да ләм деген жоқ. Тек отставка жөніндегі шешіммен келісетінін айтып, елбасыға алғыс айтты. Өткен 2,5 жыл бойы үкімет тізгінін тапсырып, жоғары сенім білдірген үшін елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа шынайы алғысымды білдіремін. Ал Ақорда үкімет пен әкім қараның қателігін нақты дәлел дәйекпен көзге шұқып көрсетті. Халыққа тосыннан үндеу жариялаған Нұрсұлтан Назарбаев жалпы ішкі өнім көлемі тек мұнай мен газ өндірісінің есебінен өсіп отырғанын, миллиардтар бөлінген маңызды мемлекеттік бағдарламалардың іске аспай жатқанын, сонымен қатар ауылдық жерде жұмыс орындарының ашылмағанын айтты. Ал облыс, қала, аудан мен ауылдарды үлкен корпорация секілді орталықтан басқару тиіс үкімет қағаз бетіндегі көрсеткіш қуып кеткен. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растет. В результате формального подхода исполнительных органов часть социально уязвимых слоев населения не охвачена адресной социальной помощью. На все это накладывается, прямо скажу, неумение работать с населением со стороны членов правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику. Что же правительство делает, что министр делает? Кімнің не істеп жүргені өздеріне ғана белгілі. Жалпы Бақытжан Сағынтаев 2,5 жыл премьер болған тұста ел ішінен талай дау шықты. Осының ішінде көпбалалы аналар мен тұрмысы төмен азаматтардың мұң-мұқтажын жанай қайын жеткізуде үкіметтің таратылуын тездеткен сияқты. Мына осы конгресс қолында тұрған аналардың біреуінің басында баспанасы жоқ. Бәрі во временке живут. Қоғам белсенділері еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Мәдина Әбілқасымованың орнын босатуын талап етті. Мүлгіген тыныштық пен үнсіздік. Өткен жазда Алматыда тал түсте қарақшылар атақты спортшы Денис Тенді пышақтап өлтіргенде жұрт ішкі істер министрінің отставкаға кетуін талап етіп тағы шулады. Бақытжан Әбдірұлы сол кезде де үнсіз қалуды жөн көрді. Тек Қалмұхаммед Қасымовты басқа мәселе бойынша сынға алды. 4,5 миллиард договордымыз, оны мына сентябрьге дейін орындаймыз. Сентябрьдің ішінде отырмыз ғой, қалай сентябрьге дейін? Мына Харкоспен оларды орнына келтіреміз. Қалғандар мына экономия 2,9 миллиард. Өтірік айтқанда да дұрыстап айту керек қой өтірікті. Таратылған үкімет аса ықпалды қаржылық топтардың ықпалынан шыға алмады дейтін пікір де бар. Қысқасы Сағынтаевтың командасы кабинеттен шықпай, ешкіммен қарым-қатынасын бұзғысы келмеген сияқты. Президент Ақордадан не айтады, соны күтіп отырды. Әрқашанда сол нені өзі ешқандай инициативамен шықпай, алдына қарап, мысалы ертең осындай проблемалар болып қалуы мүмкін деп, оны зерттемей. Әйтсе де сарапшылардың басқа бір тобы бар күйені еліміздің 10-шы премьер-министріне жабу дұрыс емес дейді. Олар Сағынтаев жер дауы ушыққанда мемлекеттік комиссияны басқарып жұртты бітімге шақырғанын ұмытпау керектігін айтады. Осымен үнемі жымиып жүретін Бақытжан Әбдірұлы саяси элитадан мүлдем шыға ма, әлде басқа бір лауазымға тағайындала ма, бұны мемлекет басшысы шешеді. Ал орын тағын ойлаған үкімет мүшелерінен жаппай маза қашқан. Дегенмен министрлерден бұрын олардың орынбасарлары қызметінен қазір кетуге дайын.
Мысалы, пайдасыз жиналыспен есеп-қисаптан шаршадым деген ауыл шаруашылығы вице-министрі Арман Евниев жаңа үкіметтің құрамында қалғысы келмейді. Әйтпесе, 3 мезгіл осылай барған, мынау басшыларыма жіберіңіз, босатыңыз. Бірақ та жоқ, тұра тұр, былай істейік, мынай істейік, анау бар, мынау бар деп. Нақты өзі осы тұрып алған жолмен ары қарай бару үшін осындай шешімді қабылдадым. Ал әзірге үкіметті уақытша міндетін атқарушы деген тіркеспен бірінші вице-премьер Асқар Мәмин басқара тұрмақ. Десе де соңғы жылдардағы тәжірибе көрсеткенде үкімет басшысы отставкаға жіберілгенде оның орнына бірінші вице-премьер жайғасып жүр. Бұл жолы бұл үрдіс ескерілсе, әзірге бос тұрған орынтаққа Асқар Мәмин жайғасуы бек мүмкін. Бірақ президенттің ешкім күтпеген тосын кадрлық өзгерістер жасай білетін ескерсек, бас уәзірлікке болашақпен оқыған жас технократтар да келуі ықтимал. Тіпті халық тұрмысын жақсартып, әлеуметтік салаға бас көз болу үшін елбасының талай жылғы сенімді серіктерінің бірі саясат сахнасына қайта оралуы да ғажап емес. Бір анығы, жаңадан жасақталатын атқарушы билікке артылар үміт те, жауапкершілік те өте көп болғалы тұр. Ербол Сейілхан, Алексей Ганашилин және Асылхан Сәлменбетов, Аптап.